Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге үйдегі шай ішетін кесеге кекстің пісу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көруіңізді сұраймын. Таза ыдысымызға 3 дана жұмыртқамызды саламыз, шым-шым тұзымызды саламыз, құмшекерімізді саламыз, миксерлейміз. Аппақ болуы керек, яғни пенка болуы керек. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Дәл осындай аппақ болуы керек, яғни құмшекері толыққанды еруі керек. Енді үстінен сұйық майымызды құямыз, айранымызды құямыз. Содамызды саламыз, шым-шым ванилин саламыз, қопсытқышымызды саламыз. Кішкене миксерлеп жібереміз. Миксерлеп болған соң алдын ала тартып қойған ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісе кетсеңіз, бізде қою сметана сияқты теста болады. Ұнымыз шашырап кетпеу үшін бастапқыда осылай араластырып жібереміз. Міне дәл осындай қоюлықта болады. Тестамыз дайын болды. Енді майда шоколадты саламыз. Жақсылап араластырамыз, біркелкі араласқанша. Егер сіздерде бұндай майда шоколад болмаса, кәдімгі фея, перизат, сондай сияқты бір шоколадтар қоссаңыз болады. Енді өз қалауларыңызша осындай шай ішетін кеселерді аламыз. 8 кесе алдым. Ішін жақсылап сары маймен жағып майлап аламыз. Барлығын ішін жақсылап майлап аласыздар. Жаңағы дайындап алған тестамызды осы 8 кесеге бөліп саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберіп бөлісе кетсеңіз, 8 кесеге тестамызды бөліп саламыз. Кесеміз сынбайды, қараймайды. Кесемен бірге пешке саламыз. Сол кезде доғымызды қосамыз. Бірденнен қосып қоймаңыздар, қызып тұрған пешке кесені салуға болмайды. 180 градуста 40 минутта осылай пісіп шығады. Егер кесені қызып тұрған кезде салсаңыздар, ол кезде сынып кетуі мүмкін. Кесені, яғни тестаңызды құйып болған соң пешке салып, сол кезде доқты қосасыздар. Міне, оңай алынады. Өте дәмді, тойымды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір істегенде сәтті болып шығады. Жұп-жұмсақ. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргендеріңіз үшін рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.